Сәлеметсіңдер ме 3 сынып оқушылары? Бүгін бізде сабағымызда слайдтағы ауысулар мен анимация тақырыбы. Біз PowerPoint бағдарламасында презентациялар жасап, оларға нысандар кіргізуді, мәтіндер жазуды, безендіруді үйрендік. Енді біз осы слайдтардың арасына ауысулар мен анимацияларды қоюды үйренетін боламыз. Қазір бізде алдыңғы сабақта жасаған толық презентациямыз бар. Міне, осы презентацияға біз енді араларына анимация мен переходтар қойып үйренейік. Переходтар тек қана әр слайдтың арасына қойылады. Яғни ол бір слайдтан екінші слайдқа өту барысында көрінетін эффект. Ол үшін біз переходы мәзіріне өтеміз. Осы жерден переходы әртүрлісінен өзімізге ұнағанын керегін таңдап аламыз. Мысалы, мен мынау блеск переходын таңдаймын. Бұл бірінші слайдыма келіп орналасады. Бұл жерде өзінің әртүрлі параметрлері бар, яғни біз оның ұзақтығын және дауысын бере аламыз. Мысалы, дауыстарын қарап көрейік. Мына дауысты қояйық, длительность, яғни бұл ұзақтығы, жаңағы эффекттің қаншалықты ұзақ болатынын біз өзіміз бере аламыз. Мысалы, мен 5 секундқа қойдым басу бойынша. Яғни біз слайдты ауыстырған кезде бірден бұл переход орындалады ма, немесе өздігінен орындала ма, сол үшін мынау галочканы қоямыз. Параметр эффекттің ішінде осы таңдаған переходымыздың басқа да параметрлерін таңдауға болады. Мысалы, ромб түрінде, 6 бұрыштық түрінде шығаруға болады. Переходымызды қарап көрейік. Әне дауысы шықты. Не эффектіміз болды. 5 секундта болды, бұл ұзақтау болып тұр. Екінші слайдымызға да басқасын қойып көрейік. Бұл жолы мынаны таңдайын. Енді мен тезірек болсын деп секундтарын азайтамын. Тезірек ашылды, эффектіміз тезірек өтіп кетті. Және тағы бір настройкасын, баптауын түсіндіріп өтейін. Бір переходты біз осы презентациядағы барлық слайдқа бірден қоя аламыз. Ол үшін бізде применить ко всем деген батырма бар. Мысалы, мен мынау слайдқа қойған переходымды барлық қалған слайдтарға қою үшін осы слайдқа келіп, жаңағы переходын таңдап эффектіні, сосын применить ко всем батырмасын басамын. Міне, байқаған болсаңдар, барлық слайдтың алдында жұлдызша пайда болды. Яғни бұл деген переходы бар деген сөз. Ал ендеше ашып көрейік. Міне, бірінші бетіміз, екінші бет, үшінші бет. Ең соңғы бет. Осылай бізде переходтар жасалынады. Одан ары қарай анимация мәзіріне өтіп, анимацияларды жасап үйренейік. Анимацияларды біз мәтіндерге немесе объектілерге, яғни нысандарды қоюды үйрендіге, біз суреттер, ол нысандар, басқа да белгілер, міне, смарт арттар, осылардың барлығынан біз анимация қоя аламыз. Бірінші беттегі мына бір сөзге анимация қояйын. Анимацияның бұл жерде 3 түрі бар. Вход, выделение және выход. Яғни бұл анимация, вход деген кіріс барысындағы, яғни жазуымыздың шығуына жасалынатын анимация. Выделение деген бұл жазу шығып тұрады слайдтың бетінде. Сол шығып тұрған жерінде бұл выделяция етіп, яғни айрықшаланып, өзі анимация болады. Выход деген бұл өзі айтып тұрғандай жазуымыздың шығып кетуіне анимация қоя аламыз. Қазір біз входқа қойып көрейік. Мынандай бір қойдым. Екінші объектімізге де қояйық. Бұл объектіге де шығу анимациясын қойдық. Енді мына бір объектіге
логотипімізге выделение, яғни айрықшалануды қойып көрейік. Мына анимацияны таңдадым. Енді келесі беттердегі объектілерді қарап көреміз. Мына жазуға қойып көрейік енді. Бұл жазуды міне мынандай. Одан кейін мысалы мына бір объектіге смарт-артқа шығу анимациясын жасап көрейік. Екінші смарт-артқа да жасап көрейік шығу анимациясын. Міне. Ал енді слайдымызды басынан бастап қарайық. Слайды қарау үшін біз начать сначала, яғни слайды көрсету батырмасына басамыз. Немесе F5 батырмасын баса аламыз, клавиатурадан. Бірінші бетіміз шықты. Міне. Бұл әрқайсы анимацияны, переходты бір-бірінен өту үшін біз стрелканы, батырманы басып отыруымыз қажет. Міне, бізде шығу анимациясы орындалды. Және ең соңғы бетіміз. Анимацияларды енді біз қоюды үйрендік. Анимацияларында переход сияқты өзінің настройкалары бар, баптаулары. Бұл жерде де ұзақтығын біз басқара аламыз, өзгерте аламыз. Басқаларында да дәл солай өзгертуге болады. Ол үшін қойылған анимацияның номерін бассаңыз, сол анимацияның баптаулары шығады. Ал керек емес, немесе өзгерткіңіз келген анимацияны қалай жасаймыз? Сол анимацияның номеріне басамыз. Мына жерде область анимации деген батырманы бассаңдар, бүкіл анимациялар шығады. Мына номерді бассақ, осы анимацияның батырмасы шығады. Мына стрелканы басқанда ішінде удалить батырмасы бар. Міне, мына жердегі номеріміз жоғалды. Бұл яғни біздің анимациямыз өшірілді деген сөз. Өшіріп, басынан сендер басқа анимацияға қоя аласыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз осы, анимациялар және ауысулар жасау. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.